қызық дерек деген тапсырма, бірінші тапсырма. Тыңдап аламыз бірінші. Алдарыңа ақ парақ үлестіріліп қойдым, теріс аударып тұр. Оқып аламыз. Оқып алғаннан кейін мен қазір дескриптор тақтаға шығарып қоям. Сол дескриптор бойынша бағаланасыңдар. Жарай ма? Не сұрақ тұр, соған жауап береміз. Енді ашуға рұқсат. Оқуға 30 секунд жетеді. Көзге шолып шығамыз. Болды. Дескрипторға назар аудара қойыңдар. Екінші Жәнібек. 1879 жылдың жұтында Мұрат жалғыз түйесін жетелеп үй ішін алып Маңғыстауға кетіп нағашы жұртын паналайды. Керемет. Сымбат. Ол ақын екенін ел біледі. Айдың қызба жігіттері Мұрат айтқыш дейді сөз. Сонысын байқап көрерлік. Өзіміздің аралармен қашағанмен айтыстыралық. Жарайды. Бола ма? Болады. Екінші, үзіндідегі тәрбиелік жағын ашады, дәлел келтіреді. Кім дәлел келтіреміз? Үлкендер мұндай әңгімені қойыңдар. Адай, беріш әрі ағайын, әрі мұндас еліміз. Мұрат әрі қонақ, әрі жиен. Тоқта, керемет. Нақты жауап. Үшінші, ақынның мықтылығын дәлелдеңдер. Бұл жерде Мұрат Мөңкелұлы нағашыларына қонаққа барғанда ішінен олар қалай елін дегеніңді мақтайсың деген ішінен ашуын шығармай ішінде ширық қана жүреді. Керемет, бір жағы тәрбиелігі, бір жағы мықтылығын дәлелдейді. Өте орынды. Өте орынды жауап. Енді кітаптарын ашуға рұқсат. Бүгінгі күнді жаза қойыңдар. Белсендірек боламыз, кішкене баяу болып жатырмыз жандарым. Бүгінгі күнді жазамыз. Нешесі? Қарашаның 18-і сынып жұмысы сарыарқа толғауы. Сөздіктер тұр, қараңдаршы балалар. Кітаптар. Сұрақты біреуіне жауап бердім, ақынның мықтылығын дәлелдедім. Сенде мүмкіндік бар мейді бір-екі баға алуға? Иә, бар болған, екінші сұраққа үзіндідегі тәрбиелік жағын ашады деген. Оған қалай мүмкіндік болмай қалды? Сұрамадың сол? Апай сұрамады, Мына толғаудың ішінде сендерге көбі кетеді, азы кетеді. Бірақ жаңағы дескриптор бойынша жоқ, мен екі жұпты жұмыс. Оқып, мына дескрипторға назар аударыңдар. Көріне ме? Тақырып мен идеясын анықтаймыз. Шығармадағы материалды және құндылықтар саралаймыз. Және заманауилығы мен жаңашылдығын анықтаймыз. Бал қаншадан? 6 бал. 6 балды алуға тырысайық, 4 балды алуға тырысайық. Тәңір айдап Маңғыстауға еріксіз қолда ісім жоқ кісі өлтіріп қашып келген. Жиенді нағашылы сүйектес жұрт күн көрдік көшіп қонып кәсіппенен. Сөз айтқан өздерінің сын емес пе ел едік беріш адай бірге жүрген. Менің ойымша бұл үзіндідегі тақырыбы ел едік беріш адай бірге жүрген дегенде бірлігі жоғала бастаған деген. Татулық, бірлік, жақсы. Ал идеясы көшіп қонып жүрді деген ел жерінен айырылып көшіп қонып жүрді. Идеясы елінен жерінен айырылуы. Көшіп қонып жүрді. Жақсы. Қалған екі? Шығармадағы материалдар. Материалдық құндылық. Мұнда материалдық құндылық бар ма? Қандай құндылық тұр? Кім көмектесші? Бір оқып жіберші. Оқыш. Тәңір айдап Маңғыстауға еріксіз қуды, ісім жоқ кісі өлтіріп қашып келген. Жиенді нағашылы сүйектес жұрт күн көрдік көшіп қонып кәсіппенен. Сөз айтқан өздерінің сын емес пе ел едік беріш адай бірге жүрген. Күн көрдік. Материалдық құндылық па, адами құндылықтар ма қайсы? Адами құндылық. Неге айырылдық? Адами құндылық қайда кетіп жатыр? Маңғыстауға келіп көшіп қонып жүр. Көшіп жатыр. Не үшін? Себеп не? Елінен жерлен айырылып. Керемет. Отыра қой. Дискриптор бойынша. Отыра қой. Идеясына өз жерінен айырылып, малдарын бәрін алып, кедейшілікке батып, Құдайдан мал сұрады. Қандай құндылық, материал қандай құндылық тұр бұл жерде? Неден айырылған? Малынан айырылған. Сен маған маң балға сонша малдан Құдайым тастамады бір торы тай. Құдайым тастамады бір торы той.
тап болар тасқан жұртқа мұндайлар. Күлме досқа келер басқа дегендей, егер адамға күлсең, ол жағдай өзіңе тап болуы мүмкін. Аха, қазіргі заманмен салыстыратын бір ескертпе қараш, заманауилығы бар ма? Бар, қазірде адамға күледі, сол жағдай өзіне келеді ғой. Өзіне келеді, иә? Үзіндіден келтіре аласың ба? Жұт болайын деп тұр. Кішкене жаңа сөздіктермен жұмыс жасап жібердім деп дедің ғой. Көмектесіп жібере ғой. Ақнұр, отыра ғой, және тамаша. Бұнда Құдайдың құлы болсаң бізге күлме деген. Бұнда бұл іс бүкіл адамның басына келетін. Қазіргімен салыстыршы. Қазіргі заманда да бір-бірін сыртына күледі, сосын ол басына келеді. Мысалға, келесі қайша естейсің? Бұл күнде елімді айтып зарығанын сағынып қайран жұртты сөйлегенде. Бұл жерде елге деген сағынышын меңзеп тұр, және де тақырыбы елге деген сағыныш идеясы елін жерін, туған жерін сағынып айтылған. Құндылықтары материалдық қой. Қайсы? Дәлелде? Сағынып қайран жұртты сөйлегенде. Дейміз ба? Материалдық құндылық бар ма? Балалар тыңдап отырамын, сағынып қайран жүр шөлдеген. Бұл күнде елімді қайтып зарлағанмен, заманауилығымен жаңашылдығына қарай ойыңды айтшы. Заманауи себебі қазірде кейбір адамдар өзінің туған жерін сағынып. Әрине, Ғайша, бұл жерде құндылық көрсетіліп тұрған жоқ. Бұл жерде заманауилығы, яғни толғауда бұрында елін жерін сағынған мөңке адамдардың жағдайын айтып тұрса, қазірде өзің айтпақшы, бір күн осы Қызылағаштан кетсең, ауылың сағынасың ба? Сағынасың. Бағана маған нақты бал беріп, енді мен Айдостан сұрағым. Тізінген қайтушы еді сарып жайлап, тепсенге су шыққанға бие байлап, шақырып бір-біріне бие сойып, ақсақал тартушы еді кеңес ойлап. Халқымның салтанаты еске түссе жүрегім өртенеді оттай жинап. Керемет шумақ келді. Айта қойшы, қалдап тұр. Бұл жерде қонақ жай бар ма? Жоқ. Бар. Қазіргі заманда осы дәстүр бар ма? Жалғасын табуда ма? Сұрақтардың неге зарлап отыр? Неге зар өлеңмен жазып отыр бұл өлеңді? Неге ойланып отыр? Өйткені ол кезде Маңғыстауда жұт болғаннан кейін малдың қырылып пайда болды. Сағыныш, иә? Иә. Тамаша, Ержан, Бағжан, өте жақсы жауап берді. Жақсы балдар. Үзінді де бар. Қазақтың хан шегесі дейді. Қазақтың хан шегесі. Жер мұрасы. Ойланамыз. Аспа. Дайындалыңдар деп. Не айтқысы келіп тұр бұл сөзін? Екі бала дайын. Үшеу. Хан шегесі, жер мұрасы. 3 бала, 4 бала, 5 бала, 6. Үміт күтіп отырған балаларым қайда? Жақсы, уақыт кетірмек. Бағжан бірінші отырды. Қазақтың хан шегесі дегеніміз ол ханымыз мықты болса шеге сияқты мықты ұстап тұрады, елдің бірлігін, ауызбіршілігін сақтайды дегеніміз. Ал жер асыл мұрасы дегеніміз, ол жер дегеніміз ешкімге бермей ата-бабамыздан келе жатқан асыл мұра жеріміз дегеніміз. Қазіргі заманмен салыстыршы. Қазіргі заманмен салыстырғанда өз жерімізді сақтап, өзіміздің жерімізді, ата-бабамыздан қалған жерімізді сақтап өтеді. Біздің басты мақсатымыз осы. Сарыарқаның тақырыбы дәптерге. Өз ойыңды айта қойшы, біз дамытамыз. Елді бірлікке шақыру, ел тәуелсіздігін қорғау, елін қорғауға шақыру. Ел тәуелсіздігі, елді, жерді. Жерді қорғау деп алайықшы, жарай ма? Жақсы. Жаза қойыңдар, жерді қорғау. Бір сөзін алдық. Аяғы жақсы. Мына картаны сендер білесіңдер. География сабағынан қымбат апайларың талай өткен шығар. Бұл картада балалар берілген, қазір мен сендерге стикер беремін. Стикерді сендер жазып келген жер су аттары
қай жақта орналасқан сол жерге маңайына стикермен жасыра бересіңдер. Содан кейін бала дұрыс жасырды ма, жасырмады ма, сергіту сәтінде ұйымдастырып бағалаймыз. Тамаша, Ділнұр. Дайынбыз ба? Ал, мына жерде қасына келіп көресіңдер. Бұлай қарта ойларыңды тұр. Енді слайдқа қарай қойыңдар. Кімнің суретін байқап тұрсыңдар? Табат деп ойлаған. Ал екінші бір суреттер. Күйемен Маңғыстауға бару. жерге жүк келгенде Тағы да. Айтқым келіп тұр менің. мал батып келіп малдың бәрі бір тап бір түйемен қашып қалғанда. Кімнің суреті кішкене тағы да зейін салып. Жарайыз. Қол шапалақ. Керемет. Балалар асан қайғы тыныштық жер ұйғыз дейді емес па? Мұрат Мөңкеде өлеңінде сондай тыныштық жер бола ма деп шұқиянды өтіп едік қой. Керемет. Кітапқа қара класс. Мына жақта еш нәрсеге қарамай қойыңдар. Үйде жазып берген дәптердегі жазып берген ат біреу жазда қай жақта орналасқан? Солтүстікте орналасқан болса солтүстікте. Мына жерде аттар жазылып тұр. Сол маңайына қоя беріңдер. Мін, осы мін, бұлай, мін. Маңғыстау. Апа еділ бола ма? Саратов. Керемет. Саратов дегендер тұрсыншы. Аха. Саратов біреу әкелді. Тұрамы орнымызда. Сол десе қай жақты көрсетуші едік? Төбеді. Ал. Батыс жақты келдіреміз. Әрине, батыс қалай істейміз? Бірақ көптеген жер суаттарын Еділ, Аштрахан, Саратов, небір қаланың аттарын сендер дәл тауып келдіңдер. Енді бағанағы балалар, Сымбат, сен кім тағы? Жарқын. Тез-тез ала қойыңдаршы менен. Мынаны көрсеткен балалар аттарын жазып алсыңдар. Тез. Екі балды ала қойы. Балалар қалғанымыз әкелеміз, бақшын аламыз. Толғаудың Мұрат Мөңкеұлының жазудағы мақсаты әлсіз тұстарын анықтаймыз, мүмкіндіктерін және қауіпті жерлерін анықтаймыз. Жарай ма? Мықты жақтары. Мен 6 баладан бөлетіміз, бірінші 6 бала. Мүмкіндіктер елін жерін халықты бірлікке шақыру және де елін өзіміздің жерімізден айырылмай осы ел қарсы тұрып өзіміздің жерімізді қайтарайық деген мағынада. Мүмкіндік осындай. Өте жақсы. Орыстар қазақ жерін бірақ басып алу қауіпті болған. Қауіпті жағы, иә? Мұрат Мөңкеұлының өзіне қандай қауіпті жағы болды? Осы адам аузынан танысады өзінің. Мұндай толғауларды зарлап зар заман ақында жатады ғой. Көбірек жаза берсе, сол кездегі байманаттар мүмкін өлтіруге мүмкін еді. Сымбат соғысын алайын ма? Абай мен айтып жақсы. Бақшын, мен бүгінгі сабақта өзімді жақсы белсенді қатыстым деп ойлаймын, себебі 8 бала алдым. Егер де тағы да 1-2 сұрақтар болса, 10 бала алуға да тырысар едім. көруге болар еді. Ділнұр, мен бүгін сабақта 8 бала алдым. Жақсы қатыстым деп ойлаймын. Өз-өзіңнен болмады 8 бала алдым. Нақты жауап бере алмадым. Аха, жоқ, жақсы. Кім? Абай, мыналар Нұржан. Мен бүгін сабақта 7 бала алдым. Белсенді қатыстым деп ойлаймын. Өзім белсенді қатыстым деп ризамын. Айдос. Мен бүгін сабақта 7 бала алдым. Белсенді қатыстым. Аха. Келесі? Аружан. Аха, медет? Мен де бүгін белсенді қатысамадым, себебі ойым дұрыс жинақтай. Жинақтай алмадым. Себеп? Себебі екі ойым дұрыс жинақтай.
Айала. Бүгін мен сабақта 6 балл алдым. Жақсы атысым деп ойлаймын. Күндегіден сабаққа белсенді қатыссын. Тамаша. Айала үшін қол шықпаған. Мен 7 балға дұрыс алса болма. Өз-өзіме сенімсіздік және үлгермей қалдым. Иә, жақсы.